Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгін біз жаңа модуль бастаймыз. Модульдің атауы ағаштан жасалатын материалдар мен бұйымдар. Сол модульдің бірінші тақырыбы бөрене. Сабақтың мақсаты білім алушыларға ағаштан алынатын бөренелердің құрылыста қолданылуы, олардың өлшемдік сипаттамалары, жіктелуі, қолдану аясы, жалпы толық мағлұмат беріп, сипаттамасын түсіндіру. Қазір сіздерге осы бөренелер туралы сипаттамасын түсіндіріп, жаңа тақырыпты өтеміз. Назарларыңыз маған. Құрметті білім алушылар, құрылыста қолданылатын ағаштан алынатын материалдар екі негізгі топқа бөлінеді. Араланған және араланбаған. Араланбағандарға бұтақтары мен тамырларынан тазаланған ағаш діңі, ал араланғандарға тазаланған бағана сияқты бөрене мен сырғауыл жатады. Бөрене шеткі соңғы диаметрі 14 см және одан да үлкен болатын, әрбір 2 см сайын ұзындығы біркелкі жіңішкері отыратын тазаланбаған ағаш. Егер тазаланбаған ағаштың соңғы жағындағы диаметрі 14 см-ден кем болса, онда оны сырғауыл немесе қысқа сырғауыл деп атайды. Мемлекеттік стандарттар талабына сай бөренелер ұзындығы 3-9 метр аралығында шамасын құрау керек. Бірақ құрылыста орташа ұзындықтағы, яғни 4-7 метрлік бөренелерді қолданады. Олардың диаметрі табанынан бастап жоғарғы соңына дейін әрбір метрге 1-1,5 сантиметрге дейін азаяды. Әрбір метрге диаметрдің азаюы 1,5 сантиметрден көп болған жағдайда араланған ағаштарды құрылыста қолдануға жарамсыз деп танылады. Аралау кезінде елеулі бөлігі қалдық жағына ауысады. Қазір сіздерге мына бөренелердің түрлерін, сипаттарын көрсетемін. Мына алдарыңызда көріп тұрған сызбада түрлі бөренелер мен тақтайлардың, яғни ағаштан алынатын материалдардың, негізгі материалдардың, бөрене мен тақтайлардың түрлері. Нөмірі 1-7 сурет. Бірінші Ада көрсетілгендей екі қырлы бөрене діңгек, яғни тек қана екі шетінен, екі бетінен араланған бөрене, қырлы бөрене. Б суретте үш қырлы бөрене, яғни үш бетінен араланған қырлы бөрене. В суретінде төрт қырынан да араланған бөрене, яғни төрт қырлы бөрене. Осы бөренелердің барлығы құрылыста кеңінен қолданылады. Негізінен бұл бөренелерден құрылымдық көтергіш конструкцияларды жасауға, еден құрылымдарын жасауға, және де шатыр құрылымдарын жасауға, яғни айтқанда, мына негізгі салмақ көтеретін құрылымдарды жасауға кеңінен қолданылады. Енді айта кететіні, мемлекеттік стандартқа талаптарына сай бөрене ұзындығы 3-9 метр шамасында құрау керек деді жаңа. Соның ішінде негізгі құрылыста көп қолданылатын өлшемдік ұзындығы 4-7 метрлік бөренелерді қолданады. Олардың диаметрі айтып кеттік жаңа. Енді мына араланбаған ағаштарды сапасы бойынша сорттайды. Бірінші сортқа жоғары сапалы бөренелер жатқызады. Осындай бөренелерді пайдалану кезінде салмақ түсетін құрылымдарды дайындауға пайдаланады.
Екінші сортқа аз ғана ақау бар, бірақ саңырауқұлақпен зақымданбаған бөренелер жатады. Екінші сортта ағаштарды олардың бойында кернеу шақырып әсер ететін күштер болмайтын құрылымдарды жобалауда қолдану ұсынылады. Үшінші сортқа бойында көптеген ақаулары бар, шірумен зақымданбаған ағаштарды жатқызады. Оларды ғимараттар мен құрылыстардың болмашы бөліктерін тұрғызуға қолдану қажет. Тілінген ағашты материалдардағы ақаудың саны мен сапасына орай 6 сортқа бөлінеді. Бөренелердің тасымалдау, жинау, сақтау талаптарына сәйкес бөренелерді бөрене тасығыш, көліктер мен темір жол вагондары мен тасымалдап құрылыс басына жеткізеді. Бөренелерді уақытша құрылыс басында қарастырылған қоймаларда нормативтік талаптарға сай сақтау керек. Яғни оларды арнайы штабельдерге жинап, талаптарға сай сақтайды. Бүгінгі тақырыбымыз осы. Назарларыңызға рахмет.